Сәлем құрметті көрермендер және достар. Бүгін сіздермен қалай алғашқы видеомызды бастаймыз, жалпы қалай YouTube'ты бастау керек, қалай ертеңгі күні оны табысқа айналдыру керек жолдарын осы видеода айтатын боламыз. Жалпы YouTube'ты ең алғашқы қадамын бастамас бұрын сіз бірінші анализ жасап алу керексіз. Қолыңыздан не келеді, не нәрсені жақсы көресіз, не нәрсені оңай жасайсыз. Өйткені осы үш фактор біріккен кезде ғана сіздің алғашқы туындыңыз жарыққа шыға бастайды. Бұл жерде сіз бір путешествие дейді, шетелге саяхат, немесе бір қиын кинолар көруді жақсы көру мүмкінсіз, бірақ оны жүзеге асыру үшін сізге көп энергия немесе бір көп қаражат қажет болып қалуы мүмкін. Сондықтан да бана үшінші айтқан фактор, не нәрсені оңай жасайсыз. Осы үшеуін біріктіріп отыру керек. Мысалы, бір кісілер бар, үйде тігін тігеді. Бір кісілер бар, чонда жұмыс жасайды. Бір кісілер бар, медицина саласында жақсы маман. Сол секілді сіз не нәрсенің маманысыз, сол нәрседен түсірген ең абзал болып табылады. Өйткені сол бағытта білім алам деушілер, сол нәрсемен қызығатын адамдар, енді қадамын бастап жатқандар сіздің контентіңізге әбден қызығу мүмкіндігі жоғары. Кез келген адамда ой туындайды. Мен жасап жатқан нәрсе, менің қолымнан келетін нәрсе көп адамға қызық емес деген ой туындауы мүмкін. Мысалы, сіз бағанағыда айтқандай тігін тігіп жатсыз, сізге көрінеді. Ол барлығын қолынан тігін тігу келетін секілді көрінеді. Ал шын мәнісінде енді бастап жатқандар бар. Қандай машинка алуды білмейтін, немесе қалай ою тігетін білмейді. Дәл сондай қарапайым нәрселерді түсіре отырып, алғашқы қадамдарыңызды бастасаңыз, ол сіздің алғашқы көрермендеріңізді жинауға көмектеседі. Ары қарай тағы бір инструмент бар, ол кері байланыс деген. Яғни, сіздің көрермендеріңіз ары қарай не көргісі келеді, соны сұрай отырып, солардың сұранысына байланысты видеолар түсіру. Әрине, бұл тек қана тігін, медицина саласын ғана айттың, ары қарай басқалар не істейді деген секілді. Бұл жерде ең маңыздысы түп нұсқасын түсіну. Яғни, сіз тек қана медик болмай ақ қойыңыз, үйде отырған ана болсаңыз да, қалай бала күту керек, қалай бет күтімін жасау керек, қалай прическа жасау керек, немесе қалай тамақ пісіру керек, әзірлеу керек, соны түсіре отырып, олай да алғашқы көрермендеріңізді жинай аласыз. Ол үйде отырған аналарға керемет мүмкіндік дәл қазіргі уақытта. Жоқ, мен үйде отырмын, мен жұмыста жүрмін, және кешке таман бір-екі сағатымды ғана босата аламын, ол уақытта не істесе болады деген сұрақтарда туындауы мүмкін. Қарапайым мысал айтайын, мысалы тәрбиешілер, ол қалай баланы тәрбиелеу керек, қанша уақыт далаға серуендеуге шығару керек, немесе балаңыз бұзықтық жасап қойса, оны қалай алдын алу керек, балаңыз ұрлық жасап қойса, оны қалай ұрыспау керек деген секілді қарапайым кеңестердің өзі көптеген жас аналарға сіздің видеоларыңыз арқылы алғашқы жемістерін беретін болса, онда сіздің видеоңызды қарай беруге итермелейді. Мінекей, дәл осылайша кез келген сала болсын, бағыт болсын, тура басқа біреудің проблемасын шеше алатын видеолар жүктейтін болсаңыз, сіздің қаралаңыз міндетті түрде көп болады. Енді мен көп мысал келтіретін, ол өзімнің Мейрам киностудиясы деген басты каналды мысал келтірем. Әрине, ол жерде миллиондаған просмотр болады, яғни қаралым. Бірақ ол көңіл көтеретін контент. Сол үшін біз нақты ара жегін ажыратып алу керекпіз. Жалпы YouTube'дағы контенттер қалай бөлінеді? Енді менің өзімнің методикам бойынша контенттерді жалпы екі бөлікке бөліп қойғам. Ол білім беретін контент, көңіл көтеретін контент. Білім дегеніміз, бағанағы орысша айтқанда образовательный. Ол жерде именно мұғалім немесе бір сабақта түсіндіру деген сөз емес. Ол жерде біреу осы видео арқылы бір білім алайын деп келсе, ол білім беретін контентке кіреді. Ал көңіл көтеретін контентте өткені бір қызық оқиға болды, бір студентім, мен мұңды кинолар түсірем, ол көңіл көтеретін емес қой деп. Жалпы оның просто переводы развлекательный деп айтса болады. Яғни ол жерде адам уақытын, бос уақытын тиімді пайдалануға, бос уақытын қызықты видеолар көру арқылы қамтамасыз етілетін контент. Яғни бұл жерде ара жегін нақты бөлу үшін, бағана айтқандай, сіз егерде кино, сериал, бағдарлама, прикол, вайн түсіретін болсаңыз,
сіз көңіл көтеретін контент түсіріп жатсыз. Ал сіз бана медицина, бет күтімі, шаш күтімі, бала тәрбиесі, математика, физика, химия үйрететін болсаңыз, сіз білім беретін контент түсіріп жатсыз. Тура осылай құрылыс саласында да бір қарапайым мысал келтіре кетейін. Өйткені маған көптеген қойылатын сұрақтардың ішінде мен құрылыста жұмыс жасаймын, вахтада жұмыс жасаймын, не түсірсем болады деген секілді. Осы сәтте құрылысшыларға керемет кеңес, ол қалай қарапайым пластикалық терезені қалай дұрыс орнату керек, қалай обойды дұрыс кілеу керек, кафельді қалай дұрыс орнату керек, есікті қалай туралап қою керек, қандай есік таңдау керек, дизайнға қалай мән беру керек, жиһаз қойған кезде ертеңгі күні зиян келмеу үшін батарей радиаторларын қалай дұрыс орнату керек, соның барлығын қарапайым кеңестер арқылы жеткізетін болсаңыз, сіздің видеоларыңыздың міндетті түрде қаралымы болады. Әрине, не түсірем, қалай түсірем деген сұрақ бәрін мазалауы мүмкін. Сондықтан да мен ендігі видеода 2023 жылы топ просмотрға ие болатын 5 нишаны айтатын боламын. Сол видеоны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Және жалпы YouTube'тан қалай табыс табу керек, даму туралы көбірек білім алғыңыз келсе, менің каналымды қарап шықсаңыздар болады. Дәл қазір экрандарыңызда шығып отқан менің каналым. Бұл жерде көптеген YouTube бастаушыларға пайдалы ақпараттар бар. Енді сұрақ туындайды. Ал түсірдім, қанша просмотрға қанша ақша береді? Вообще ақша табыс көздерін қалай табам деген сұрақтар әрине мазалайды кез келген адамды. YouTube'тан бір видеоның өзімен миллиондар табуға болады. Немесе миллион видеомен бір теңгеде табуға болмай қалатын кездер болады. Сондықтан да дұрыс қадамдар жасау арқылы барынша аз видеомен максималды табыс түрін жасау үшін біз табыс көздерін үйрену керекпіз. Жалпы табыс көздеріне не жатады? Көбісі ол монетизацияға тіркеліп қойған. Монетизация дегеніміз сіз YouTube'тың қаралымнан түсетін ақшаға байлап қойған. Ал шын мәнісінде монетизация сөзінің ұғымы, мағынасы ол тек қана просмотрдан түсетін табыс емес. Жалпы осы YouTube'ты пайдалана отырып сіздің қалтаңызға табыс түсіретін жолдардың барлығын монетизация деп атайды. Енді YouTube'тан табыс табудың негізгі 3 түрі бар. Ол ең біріншісі сол банағы айтқандай қаралымнан түсетін, яғни просмотрдан түсетін табыс. Қазір әрқайсысынан қанша түсетінін айтып кететін боламын. Екінші, ол өз өніміңізді, қызметіңізді сатудан түсетін табыс. Үшінші табыс көзі ол рекламадан түсетін табыс. Яғни жарнама жасаудан. Қазір әрқайсысына бөлек тоқталатын боламыз. Ең бірінші просмотрдан түсетін табыс именно білім беретін контент бойынша, ол қазақстандық қаралым бойынша 1 миллион просмотрға $500 көлемінде береді. Білім беретін контентте. Егер де сіздер прикол, вайн, балаларға арналған түсіретін болсаңыз, онда уже $100 мен $300 аралығында береді. Яғни көңіл көтеретінде ақша азырақ түседі. Бірақ көңіл көтеретін просмотр көп болғандықтан, оның барлығын көбейткен кезде түбінде көп табыс түседі. Енді көңіл көтеретін контент түсіру үшін сізде бір режиссерлік қабілет, немесе актерлік қабілет, бір шығармашылық ой туындайтын бір түрткі болу керек. Яғни қалай айтсам болады, шабыт болу керек. Именно сол бағытта. Ол деген сөз енді барлығыңыз көңіл көтеретін түсіріп кету мүмкін емес. Өйткені Құдай әркімге әртүрлі талант берген. Біреу прикол жазу мүмкін, біреу күшті актер болу мүмкін, біреу күшті кино түсіру мүмкін, бағдарлама жасау мүмкін. Бірақ біреулерінде бағана айтқандай керемет құрылыс қабілеттері, медицинадан қабілеттері бар. Біреулер күшті білім береді, сабақ береді деген секілді. Құдайдың әрқайсысына бөліп қойған таланттары бар. Енді сондықтан да мынау көңіл көтеретінде миллиондаған қаралым жинап көп ақша табуға болады екен деп өзіңіздің қолыңыздан келмейтін нәрсеге жүгінбей, қолыңыздан келетін нәрсенің аз просмотр болса да, сол просмотрды барынша ақшаға айналдырып, айына 2 миллион, 3 миллион теңге оңай тауып отыруға болады. Оның дәлелі менің студенттерім өте көп. Мысалы, мен Кука-блогер деген шәкіртім 3 айда 700 мың подписчик жинаған. Оныңға көңіл көтеретін контент. Ол қарапайым мен берген инструменттер бірге-бір жасап отырды, болды. Ал тағы бір шәкіртім бар, бұл Гүлнар ханым Нұрқожа қожалығы атты YouTube каналымен барынша 1000 просмотрның өзімен 20 күннің ішінде 3 миллион теңге жасаған. 1000 подписчикке жетер-жетпес подписчиктен осындай ақша және осындай подписчик жинап отқан
жағдайлар бар. Бұл деген сөз не? Яғни сіз қолыңыздан келетін нәрсені дұрыс пайдаланатын болсаңыз, әшін 1000 просмотрмен ғана, 1000 қаралыммен ғана миллиондар жасауға болады деген сөз. Енді бағана айтқандай Қазақстанда білім беретін контентті миллион просмотрға $500 береді. Бірақ сол контентіңіз шетел көретін болса, оған $500 емес, $2000, $3000, $5000 шын беруге мүмкіндік бар. Бірақ оны шетелдіктер көретіндей қызықты ету керек. Бірақ енді ол туралы америкалық немесе бана шетелдік YouTube туралы басқа видеоларда айтатын боламыз. Қазір Қазақстанды жартып алайық. Келістік па? Енді екінші түрі өз өнімін сату. Бұл деген сөз бана Гүлнар ханымның мысалына сәйкес келеді. Яғни бұл кісі просмотрдан емес, өзінің видеосында өзінің өнімін жарнамалау арқылы сөйтіп ары қарай сол өнім сату арқылы табыс тапқан. Әрине, енді бұл жерде өз өнім дегеннің ішінде мағынасы өте көп. Ол зат болуы мүмкін. Ол не болуы мүмкін? Товар болуы мүмкін. Қол өнер болуы мүмкін. Мысалы, мен бір шортстарда мысал келтірген болатын, менің өзімнің әкемнің інісі Құрбанәлі көкем, соның қолдан жасалған ер тұрман жасау өнерін YouTube-қа жүктей отырып, ер тұрмандарын 4 миллион теңгеге дейін сатылым жасағамыз. Бұл деген сөз, оның бір шектеуі жоқ. YouTube-та жарнамалап отырып, не сатам деген ұғымда шектеу жоқ. Бағана айтқандай, қол өнерде, затта, қызметте сатуға болады. Одан бөлек, мысалы, бізде Мейрам киностудиясында біз киноға түсуге шақырамыз балаларды. Тағы бір YouTube каналымда бағдарламаға түсуге шақырамыз. Және сол секілді менде 4-5 YouTube канал бар, әр қайсында әр түрлі қызмет және тауар сатамыз. Бұл деген сөз, бағана айтқандай табыстың көзі просмотрмен шектеліп қалмайды. Өзіңіз қызметіңізді ойланбастан сатып отырып табысыңызды көбейте аласыз. Және табыстың үшінші түрі бұл жарнама. Яғни басқа бір блогерді немесе тауарды, қызметті жарнамалай отырып, сіз өзіңіздің табысыңызды көбейте аласыз. Жалпы YouTube бастасаңыз болғаны. Және әр видеоңызда кем дегенде 1000 қаралым болатын болса, сіз ойланбастан айына 500 000 теңге, 600 000 теңге тауып отыра аласыз. Ол деген сөз, мысалы сіз әр видео аптасына 3 видео түсіріп отырсыз, немесе 2 видео түсіріп отырсыз, және әр видеоңыз 1000 просмотрдан жинап отыр ма, сізге бір жарнама беруші шығады. Сенің видеоларыңда аз да болсын қаралым бар екен, мінекей менің тауарымды жарнамалап берші деп. Шықпауы да мүмкін, өткен 1000 қаралым деген аз. Бірақ енді сіз шықсаңыз болады. Сенің тауарын жарнамалап берем. Алғашқы 2 жарнаманы тегін жасап берейін. Егер де шынымен адам келіп жатса, ары қарай 3-ші, 4-ші жарнамада маған мынанша теңге келісеміз деген секілді 2 жақты келісіп алғашқы жарнамаларыңызды жасасаңыз болады. Және одан бөлек біз енді өздеріңіз білесіздер, арнайы супер ютубер деген курс ашқанбыз. Ол жерде біз ютуберлерге жаңадан YouTube бастаймын немесе каналым жоқ, енді бастаймын, не түсірем деп жүргендердің барлығы келіп оқып, бірге бір жасап, жақсы канал ашып, табысқа жетіп жатады. Бірақ олар өзімнің өнімім жоқ, немесе қаралымнан, тек қана қаралымның бетіне қарап отыра бермеймін, қалай қосымша табыс табуға болады деген біздің студенттерге арнайы сайт, партнерлармен сайт жасап жатырмыз. Ол сайтта жарнама іздеп жүрмейсіз, сайтқа тіркелесіз, сіз ол сайттың ішінде дайын жарнамалар тізімі тұрады. Сіз кез келгенін алып, өзіңіздің видеоңызға арасына қосып жарнамалайтын болсаңыз, автоматты түрде өзіңіздің Каспи Голдыңызға жасаған қаралымыңызға байланысты ақша түсіп отыратын болады. Құрметті достар, бағана айтқандай, осы қалай ақша табу керек, қалай YouTube арқылы табыс табуға болады, жалпы бизнес жасап та қалай табыс табуға болады, осы каналда айтатын боламыз. Жаңалықтарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Ендігі видеода көптеген жаңалықтар бар. Қалай контент плансыз-ақ видео бастап кетуге болады. Не түсіретіңізді, не сөйлейтіңізді білмей жатсаңыз, оны жасанды интеллект уже дайындап қойған. Оны қалай жүзеге асыруға болатынын келесі видеоларда айтатын боламыз. YouTube-тан табыс тапқыларыңыз келсе, осылай инструменттердің барлығын бірге бір үйреніп, қысқа мерзімде жетістікке жеткілеріңіз келсе, менде арнайы сабақ бар. Дәл қазір астындағы сілтемеге, описанияда сілтеме тұр. Алып тіркеліп қойсаңыздар болады. Қашан сабаққа орын болсайды, сол күн сіздерге хабар келетін болады. Келесі видеода кездескенше амандықта жолығайық, сау, сәлемет болыңыздар.